Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен цифрлық сауаттылық бөлімінің ақпараттық құқықтық қорғау тақырыбымен танысамыз. Оқу мақсаттары: ақпараттарды және зияткерлік меншікті қорғаудың қажеттілігін негіздеу. Сабақтың мақсаты: ақпаратты қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы туралы жалпы мағлұмат беру, ақпаратты және интеллектуалды меншікті қорғау қажеттілігін негіздеу. Бағалау критерийлері: ақпаратты құқықты қорғауды қамтамасыз ететін заңдарды біледі, қолданушының деректер қауіпсіздігінің шараларын қолдануды түсіндіреді, ақпаратты немесе интеллектуалды меншікті қорғау заңдарын сақтау дәлелдерін береді. Алдарыңызда бүгінгі сабаққа байланысты негізгі ұғымдар берілген. Дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға болады. Балалар, қалай ойлайсыздар? Ақпараттық қауіпсіздік деген не? Қазақстанда ақпараттық қауіпсіздік бар ма? Қандай ақпараттар ақпараттық қауіпсіздік бойынша қудаланады? Міне осындай сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қоғамды жаппай цифрландыруға көшудің артықшылықтары бар, алайда оның қиыншылықтары да қатар жүреді. Осы орайда ақпараттық қауіпсіздік тақырыбы ерекше назарда. Ақпараттық қорғау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек болса жасырындылығын қолдануды түсінеді. Сонымен қатар, ақпаратты қорғау ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені. Бүгінде ақпараттық қауіпсіздік, халықаралық қауіпсіздік пен ұлттық қауіпсіздік сияқты кешенді ұғымдардан тұратын стратегиялық санатқа айналды. Ақпараттық қауіпсіздік бойынша заңнамалық шаралар елде осы саладағы тәртіпті реттейтін, регламенттейтін, сондай-ақ белгіленген нормаларды бұзған үшін жауапкершілікті айқындайтын заңнамалық база құруға бағытталған. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық әрі нормативтік құқықтық база келесідей. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы, ақпараттандыру туралы, мемлекеттік құпиялар туралы, дербес деректер және оларды қорғау туралы, электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы, байланыс туралы, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, ақпараттық коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талапты бекіту туралы, киберқауіпсіздік тұжырымдамасы және Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңдары сіздерде көрсетілген. Авторлық құқық осы заңға сәйкес интеллектуалдық меншікті қорғау саласындағы негізгі ұғым. Авторлық құқық ғылым, әдебиет, өнер туындыларын жасау, қолдануға байланысты заңнамалық актілердің жеткілікті тұтас жиынтығын білдіреді. Меншік құқығы үш маңызды компоненттен тұрады. Олар: билік ету құқығы, тек ақпарат иесі, яғни субъектінің ғана ақпараттың кімге берілуі мүмкін екендігін айқындауға құқығы бар. Иелену құқығы: субъект ақпарат иесіне ақпараттың өзгеріссіз түрде сақталуын қамтамасыз ету тиіс. Одан басқа ешкімін өзгерте алмайды. Қолдану құқығы: субъект
ақпарат иесіне оны тек өз мүддесіне қолдану құқығын береді. Меншік құқығы саласындағы кез келген заң субъект иесі мен субъект қолданушы арасындағы қатынастарды растайды. Қауіпсіз ақпараттық технология инфрақұрылымның негізін құпиялылық, тұтастық және қолжетімділік сияқты үш сервис құрайды. Әр бір ұғымды толық қарастырайық. Тұтастық. Ақпараттың өзгеріссіз, дұрыс әрі дәлме-дәл болатындығына кепілдік береді. Қолжетімділік. Авторланған қолданушылардың оларға қажетті ақпараттың активтермен, ресурстармен және жүйелермен жұмыс істей алатынына әрі оларды қолдана алатынына кепілдік беру. Құпиялылық. Ақпаратпен танысып, онымен жұмыс істеуге осы ақпаратқа қатысы бар адамдар ғана мүмкіндік алатынына берілген кепілдік. Ақпараттық қауіпсіздікке іске асыру үшін ақпараттық саладағы нысандарды құқықтық тұрғыдан қорғаудың үш негізгі бағытын бөліп көрсетуге болады. Олардың бірінші бағыты азаматтар мен ұйымдардың ар-намысын, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін, жеке адамның рухани және интеллектуалдық даму деңгейін, адамгершілік пен эстетикалық идеяларды, қоғам дамуының тұрақтылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің ақпараттық егемендігі мен тұтастығын қауіпті сапасыз ақпараттың әсер етуінен тексерілмеген, жалған ақпаратты, қате ақпаратты, жеке адамның өміріне, қоғам мен мемлекеттің дамуына қауіп төнгені туралы ақпаратты жасырудың, ақпаратты тарату тәртібін бұзудан қорғау. Екінші бағыты құпия деп бекітілген мәліметтер мен жеке басқа қатысты мәліметтерді, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді, ақпараттық технологияларды, байланыс және телекоммуникация құралдарын бөгде адамдардың заңсыз әрекетінен қорғау. Үшінші бағыт ақпараттық салада ақпаратты тарату, іздеу, алу, беру мен қолдану құқығы. Интеллектуалды меншік құқығы. Ақпараттық ресурстарға және құжатталған ақпаратқа, ақпараттық жүйелер мен технологияларға меншік құқығы жатады. Сонымен балалар, ақпараттық қауіпсіздік жөнінде мәліметтер алдыңыздар. Енді соған байланысты бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада сіздерге кесте берілген. Интернеттен ақпаратты құқықтық тұрғыдан қорғау тақырыбында ақпарат іздеп тауып кестені толтырыңыздар. Қазақстан Республикасының заңы, ол қашан қабылданды, ақпаратты қорғау саласында қандай негізгі ережелер бар? Осы кестені толтырыңыздар. Екінші тапсырма. Төменде берілген жағдаяттың ақпарат саласындағы қарым-қатынастарды, құқықтық реттеу қағидасына, ақпараттық технология мен ақпараттарды қорғау қағидаларына сәйкестігін анықта. Жазушы Құсайыновтың романының алғы сөзінде автордың өмірбаяны шындыққа сәйкес, әрі қысқа берілген. Бірақ басылымға шықпас бұрын автордың өзінен келісім алынбаған. Сұрақ: қандай құқық бұзылған? Егер бұзылған жағдайда, мұндай жағдаятты қандай заң тәртіпке келтіреді? Үшінші тапсырма. Төменде берілген объектілерді дұрыс бағанға апарып қойыңдар. Кестеде берілген мәліметтер: авторлық құқық және сабақтас құқықтар институты, патенттік құқық институты, азаматтық айналымға қатысушыларды
және олар өндіретін өнімдерді дараландыру құралдарының институты. Төменде осыларға байланысты мәліметтер берілген, әрқайсысын дұрыс бағанға, ұяшыққа орналастырыңыздар. Мысал ретінде авторлық құқық және сабақтас құқықтар институты дегенге ғылым, әдебиет, өнер туындылары авторлық құқық жатады. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс алсақ. 5 саусақ әдісі. Бас бармақ мен үшін маңызды және қызық болды дегенді жазыңыздар. Балан үйрек маған түсініксіз болды деген жайттарды жазыңыздар. Ортан терекке маған жеткілікті болмады. Шылдыр шүмек менің көңіл күйім, яғни бүгінгі сабақтағы көңіл күйлеріңізді. Кішкене бөбек менің ұсынысым. Тағы да осы тақырыпқа байланысты не білгілеріңіз келеді, осы 5 саусаққа жазып жіберсеңіздер. Бүгінгі сабағымызда қолданылған ресурстар келесідей. 11 сыныпқа арналған информатика пәні кітабы. Ақпараттық қауіпсіздік сілтемесі сіздерге көрсетілген. Ақпараттық қауіпсіздік келесі сілтемесі, авторлық құқық жөнінде сілтеме. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.